Құрметті мұғалімдер, ұстаздар, білім саласындағы жұмыс істейтін барлық қызметкерлерді мұғалім күнімен құттықтаймын. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отырып, сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстар және де мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын. Біздің бірінші мектебіміздің барлық ата-аналардың атынан сіздерді шын жүректен кәсіби мерекеңізбен құттықтаймын. Құрметті ұстаздар, сіздерді төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық, жанұяларыңызға құт береке, еңбектеріңізге мол табыс тілеймін. Ұстаз деген ұлы сөз, ұлағатты. Ол білім болмаса, бұл өмірде кім береді парасатты? Бойындағы асылын сіңіремін деп шәкіртіне ағартқан сол үшін талай қара шашты. Әрбір мұғалім өз ұстазымен мақтанады. Сондай мақтанатын ұстаздарыңыз көп болсын, биік шыңдардан көріне берсін. Әрбір сіздердің оқушыларыңыз көк туымызды желбіретіп, әрдайым алда болсын. Астрахан ауылының номер 1 жалпы орта мектебінің президенті, 11 сынып оқушысы Муканова Дарина. Құрметті ұстаздар, сіздерді келе жатқан мұғалімдер күнімен құттықтаймын. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы деп ақы жырлағандай, шәкірттерін білім нәрмен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сіздерді барша шәкірт, мектеп көшбасшылары атынан кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті ұстаздар, Астрахан ауылының номер 1 жалпы орта мектебінің жас ұлан ұйымы сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, сіздерге мықты денсаулық, отбасыңызға бақыт, ұстаздық жолыңызға шығармашылық табыстар тілейді. Үлкен биікке қол жетуіңізге, кісілікке, адамгершілікке тәрбиелегеніңіз үшін біз сізге әрқашан қарыздамыз. Барша сіздің қауымы, сіздерді келе жатқан мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге барлық оқушылар атынан зор денсаулық, мол бақыт, ұзақ өмір мен ізгі тілектеріңіздің орындалуын тілеймін. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы деп ақын Қайырбеков жырлағандай, сөзі маржан, үні ән ұстаздардың бар болғанын мақтаныш етеміз. Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет, себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысында, данасында, кеншісінде, еңбекқор егіншісінде ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарымызды қаншалықты ардақтасақ, осы ұрпақты тәрбиелейтін ұстазды да соншалықты ардақтауымыз қажет деп айтқан. Ендеше өз ісіне берілген жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкірттің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де жолы да бөлек. Осындай жолы мен жөні бөлек аяулы ұстаздарымыз шәкірттердің мақтанышы ғана емес, бүкіл ел мақтанышы болып келеді. Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Құттықтаймыз! 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 Астрахан ауылының номер 1 жалпы орта мектебінің 11 сынып оқушылары атынан ұстаздарды төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Dear teachers, we thank you for all your efforts and knowledge you give us. Happy Teachers Day! Қадірменді ұстаздар, адам бойындағы ең асыл қасиеттер ізгілік пен білімділік дейтін мәнді сөз бар. Ал адам жанына осы асылды дарытушы мұғалім. Ендеше мұғалім күні өмірдегі орны бөлек, ең ұлық мереке. Құттықтаймыз!